Тарихты жасайтын үш құдірет бар. Ол халық, ол халықтан шыққан тұлға, ол билік. Елбасы мемлекеттің тұтастығы мен тұрақтылығын сақтау үшін тіл саясатында осындай сарабдал саясатты ұстанды. Біз рухани дүниемізді брендке айналдырып отырмыз. Жиырмасыншы ғасырдың басы, қылышынан қандамған Қызыл империя дәуірі. Оқығандар оқтан, қара халық аштан қырылған сұрапыл заман. Бірақ біз ол шындықты емес, бұрмаланған тарихты оқып өстік. Ел үшін күрескендер жау, отаршылар азат етуші атанды. Бір адамды ақтай алмайсың, анау шаруалар көтерсін. Анау созақ көтерсі, батпаққара көтерсі, абыралы көтерсін көп қой бізде. Оның біреуін ақтай алмайсың. Кеңестік кезең қанды қырғындармен есте қалғаны рас. Бұл соғыста емес еді. Халық жау атымен бүркенген репрессия және коллективизация ұғымын жамылған жасанды ашаршылық. 1895 жылы жүргізілген Ресей империясының алғашқы санақ құжатына сенсек, қазақтар саны 3.400.000-ға жуық болыпты. Бұл сол кездегі біздің жерді мекендеген халықтың 81%-ын құрайтын. 1917 жылғы санақ нәтижесі қазақтар жергілікті халықтың 58%-ын ғана құрағанын көрсетті. 20 жылдан кейінгі жағдай тіпті басқа. Санымыз күрт төмендеп кетті. 1939 жылы жүрген санақта қазақтар саны 2.327.000 адамды құрапты. Бұл жалпы халық санының 37%-ы ғана. Сөйтіп, өз жерімізде өзіміз өсіп өне алмай 40 жыл өтті. Осылайша, солақай саясаттың құрбанына айналған қазақ өз жерінде құрдымға кете жаздады. Ұлт қамын жеген зиялылар қуғын сүргіннен көз ашпады. Кеңестік идеология шындықты тұншықтыруға барын салды. 50-60 жылдардағы осында келген, біздің әкелеріміз, шешелеріміз айтатын, көшеде қазақ көрсе қуанатын дейді. Өйткені көбіне көп, шынымен де қаланың барлығы қазаққа жат, қазақты жақтыра бермейтін, қазақты орыстандыруға бағытталған үлкен бір мекен болатын. Қалаға кіру үшін, естеріңізде болса, ауыл тұрғындарына паспортты тек Хрущев кеткеннен кейін ғана бере бастады. 80-ші жылдардың соңы кеңестік жүйе көп ұлттың жүйкесін жұқартқан кез. Азаттық рухы кернеген, қорлыққа шыдамаған жастар 86-ның желтоқсанында орталық алаңға шығып, ойларын ашық айтты. Жақтырмаған билік оларды қанға бояды. Бұл шынын айту керек, сол кездегі елімізде туындап келе жатқан ұлттық азаттық қозғалысы тіреп қалды. Өйткені мына желтоқсан қоғамның ішінде өзімізді ашылықпыз. Өзімізді көптеген батыл қадамға бара алмаймыз бір жағынан. Екіншіден екі жақта үркіп қорқып қалған сияқты болды. Біздің тәуелсіздікке бет алуымыз осындай бір аяздан, енді кейбір азаматтар ол кезде енді публицистикалық тұрғыдан жаңа 37 дегенді айтты. Өйткені 86-тан кейін біраз біздің зиялы қауым өкілдері қуғын сүргінді көрді. Біздің біраз мемлекеттік қайраткерлеріміздің артына түсіп аңдаған да заман болды, соттаған да заман болды, жұмыстан шығарған заман болды. Кеңестік сұм саясат өзгені емес, өзін өзі іштен жеді. Одағы дырап Қызыл империя қылады. Әлем картасында бірнеше жаңа мемлекет пайда болды. Қазақ елі де дербестігін жариялады. Тағдырдың тезінен, тозақтың өзінен аман сау қалған халқымыз азаттықтың ақ таңын қарсы алды. Әрине, тәуелсіздікті алу, жариялау оңай болған жоқ. Ал тәуелсіздікті нығайту одан да үлкен жауапкершілікті талап етеді. Қазақстандықтың бірлігі мен жасампаз еңбегі, тұңғыш президентіміз Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың күш-жігері, терең ақыл парасаты, сындарлы салмақты саясаты арқылы біз осы күнге жетіп отырмыз. Атаның қаны, ананың көзінің жасымен жеткен тәуелсіздікті ұстап қалу, бұғанасы қатпаған жас мемлекетімізге, мың сан ауыртпалықты басынан өткерген ұлтымызға оңайға түспеді. Сындарлы жылдардың елең алаңы ел мен елбасыға оңай сынақ болмады. Оның үстіне егемендігімізді қызғана қарағандар Қазақстанда азаматтық соғыс болады, қазақтар федерация құрамына қайтып оралады деген араңдатушы ойларын айтудан тартынған жоқ. Осы кезде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев екі тізгін бір шылбырды қолға алып, халықты елдік пен бірлікке үндеді. Да, я понимаю. У нашего народа есть веские основания для скептицизма. Тяжелые времена рождают сильные сомнения. Но я абсолютно уверен в том, что если мы сохраним политическую стабильность, этническую гармонию
Если мы не будем позволять пессимистам подрывать уверенность народа в будущем нашей страны, то мы быстро достигнем цели экономического роста. Для этого у нас все имеется. Елбасының үндеуіне құлақ асқан қараша жұрт үмітін үкілеп, тағдырын басшысына тапсырып, жарқын болашақ құруға бел буды. Халық саны, оның тілі мен ділі, мемлекет дамуының қозғаушы күші, егемендіктің бастапқы жылдарындағы жаппай иммиграция туралап қалған экономикамызды жолға қоюға кедергі болды. Өз алдына отау тіккен Қазақстаннан алғашқы 3 жылдың өзінде ақ 1.200.000-нан астам өзге ұлт өкілдері түрлі себептермен жөңкіле көшті. Олардың арасында кезінде тың игеруге келген қарапайым шаруа да өндіріс ошақтарын дөңгелетіп отырған кәсіби мамандар мен зиялылар болды. Отток в значительной части людей, кто приехал на работу в Казахстан в 50-60-е годы, в том числе Целину, на строительство, примерно по оценкам за 80-е годы, 70-80-е годы около 1 миллиона человек уехало. Тағдырдың тәлкегімен атажұрттан жырақта қалған қара көздерді елге жиып, ұлттың санын көбейту, орта толтыру, сол арқылы рухын асқақтату мақсатында дағдарыс қыспағында отырғанымызға қарамастан, Нұрсұлтан Назарбаев нар тәуекелге бел буды. Жер жаһанға тарыдай шашылған қандастар тұңғыш рет Алматыда бас қосып, елмен қауышып, келелі кеңес өткізді. Проведя необходимую подготовительную работу, президент на первом всемирном Курултае казахов в сентябре 1992 года обратился к нашим соотечественникам, проживающим за рубежом. Он призвал их вернуться на историческую родину. Қадірменді қауым, алыстан келген ағайын, ардақты отандастар. Бүгінгі күн ерекше күн, орта толы деген осы. Дәл осынау сәтте өзім қазақпын деп сезінетін әрбір адам жүрегі лүпілдеп, ата мекеніне, тәуелсіз Қазақстанның астанасы Алматыға көз тігуде. Өйткені мұнда дүние жүзінің түкпір-түкпіріндегі иісі қазақ атаулының өкілдері тұңғыш рет бастарын қосып, алқалы жиын салтанатты мәжіліс құрылтайға жиналып отыр. На этот призыв откликнулись в то время сотни тысяч казахов, которые возвратились на святую землю своих предков. Сейчас четко прослеживается положительная динамика численности населения. В целом за период независимости на историческую этническую родину возвратились более 1 миллиона соотечественников. И сейчас я являюсь президентом фонда «Отандастар», который был создан по поручению лидера нации. Монғолиядан алғаш келген қазақтарға самолет жібергеніміз соншама, КамАЗ жібергеніміз соншама, Улан-Батырдан ұшып келе жатып, Баян-өлгейдің үстіне қонатын самолет ұшып жүреді екен де, анау самолеттер қашан кетеді деп. Өйткені аэропортта Қазақстаннан барған самолеттер тұр. Әрбір семьяға бір-бірден КамАЗ жіберген. Осылайша қандастарға атамекен есігін айқара ашып, құшақ жая қарсы алдық. Тарихи отанына табан тіреген қандастар сол сәтті ерекше тебіреніспен еске алады. Ол кезде мен 10 жастағы баламын. Сол Монғолияда есімде шуылдап, әке-шешеміз бар, туыс-туысқандар жиналып бір сондай бір іс-шаруа болып жатты. Сосын бір күні сол кешке жақын келіп, әкеміз айтты, кеш болды, үйде отырып шай ішіп жатқан кезінде. Біз атажұртқа көшеміз деп, Қазақстанға барамыз деп, сол енді бір дастарханның үстінде бір сондай бір керемет қуаныш болды. Айта кету керек, сол кезде отандасын атажұртқа тартқан 3 мемлекет болды. Ол Израиль, Германия және Қазақстан Республикасы. Басқа кездерде біз әдейі сол елдерге барып, жағдайларын сұрап, бірінші құрылтайды бастадық, ұлық көштің басын бастадық. Содан бері 1 миллион қандастарымыз келді, олардан өсіп жатқан ұрпақтар одан да көп. Жыл сайын ол кездегідей лап қоймаса да, ол жол көш тоқтаған жоқ. Ешкімге біз тоқтатпаймыз, ешкімге қарсылығымыз жоқ. Келем дегендерге есік ашық. Сондықтан олардың жастары келіп әсіресе оқуға түсіп, содан кейін бәрі қалып жатыр. Артынан үлкендері де келіп жатыр. Оны біз қарап отырмыз, оны қуанышпен қабылдаймыз.
Қандастарымызбен бірге құт келгендей, ұлтты ұйытып, елді ел ететін тіл. Осынау қағидатты берік ұстанған елбасы Мәскеуге жалтақтамай, қиыннан қиыстырып, сабырлы, салиқалы ел мүддесін көздеген тіл саясатын о бастан ұстанды. Жылдар бойы тұншығып, жоғалып кете жаздаған ана тіліміз мемлекеттік тіл мәртебесін алды. Өз жерімізде тұрсақ та өкінішке орай қалыптасқан жағдайға байланысты ата заңға қазақ тіліне мемлекеттік мәртебе беруді сұрауға мәжбүр болған күрделі кез еді. Сондықтан елбасы мемлекеттің тұтастығы мен тұрақтылығын сақтау үшін тіл саясатында осындай сарабдал саясатты ұстанды. Тілдік ахуалдың Қазақстанда конфликтсіз, дұрыс бағытта, жалпы халықтың қолдауымен, саясаткерлердің де дұрыс басқаруымен жүзеге асуына негіз болған осы заңнама. Сабыр түбі сары алтын деген осы салмақты саясаттың арқасында ана тіліміздің тынысы басы артық дүрбелең мен қақтығысыз ашылды. 80-ші жылдары сол кездегі астанамыз Алматыда бірақ қазақ мектебі болған. Қазір жағдай өзгерді. Елімізде осы күнде 7500-ден аса мектеп бар. Соның 2000-нан астамы аралас болса, 4000-ға жуығы таза қазақ тілінде сабақ береді. Өзіңіз ойлап көріңіз. Бұрын Қазақстанда қазақша сөйлей алмайтын халық едік қой. Қазір біздің тілімізде Біріккен ұлттар ұйымында президентіміз қазақша баяндама жасады. Тарихты жасайтын 3 құдірет бар. Ол халық, ол халықтан шыққан тұлға, ол билік. Елбасы өз сөзінде ұлтты біріктіретін басты фактор мемлекет тілі, қазақ тілі деген. Айтса айтқандай, тіл ел ішіндегі ұлттарды ғана емес, төрткүл дүние қазақтарын біріктіруі тиіс. Бірақ тіліміз, діліміз, дініміз бір болғанымен әліпбиіміз әртүрлі. Дүниенің түкпір-түкпіріндегі қазақтар түсінікті тілде жазбаша хат алысудан қалдық. Жер-жердегі қандастарымыз осы күнде латын мен араб төте жазуын және кириллицаны қатар қолданып жүр. Тәуелсіздік алған күндердің басынан бастап айтып келе жатырмыз осы мәселені. Нағыз тәуелсіздік ол тілдің де тәуелсіздігі. Солай ба? Оның бір жағынан терең, ар жағында жатқан астары сол. Оның бір жағында бүгін бүкіл дүниенің 70% сол әліпбимен жұмыс істейді. Ғылымның, технологияның тілі, кириллицаның ішінде бізге керек емес әріптер бар, неше түрлі. Тілімізді бұрғызып қисайтатын, келмейтін қалыпқа біздің. Ол жағында ойлау керек. Бұл бағытта елбасының бастамасымен латын әліпбиіне көшу мемлекеттік тілдің дамуына жасалған жаңа бетбұрыс деп есептеу керек. Жаңа әліпби қоғамның барлық саласына енуі керек. Жаңа әліпби қазақ тілінің 21 ғасырдағы ақпараттық технологиялар тіліне айналуына жол ашады. Яғни қазақ тілінің жаңа дәуірі басталады деген сөз. Жаңа дәуір ұлт санасынан басталады. Қой баққан бейқам емес, жау жүрек жұрт екенімізді еске түсірдік. Сығанақ, Сауран, Созақты таптық, Тарсагент, Тарас, Отырар мен Түркістанды жаңғырттық. Қытай мен Ватикан мұрағатын ақтарып, көптеген құнды деректерге көзімізді жеткіздік. Қазақ қоғамында рухани жаңғыру басталды. Біз еліміздің жаңа тарихындағы маңызды белеске жақындап келеміз. 30 жылға жуық уақыт бұрын халқымыз өзінің тәуелсіздігін жариялап, бабаларымыздың асалар бойы аңсаған арманын орындады. Еліміздің даму жолын бүкіл әлем мойындап, қазақстандық, яғни Назарбаев моделі деп атады. Қазір бізге тәуелсіздіктің жетістіктерін еселеп, елімізді дамудың жаңа сапалы кезеңіне шығару мүмкіндігі беріліп отыр. Біз қазақпыз, көшпенділерміз. Аттың үстінде жүрген қазақпыз. Аттың үстінде жүрген сарбаздың жанында атқа мініп әйелі де жүретін, қыздары да жүретін. Сондай қазақпыз біз. Естеріңде болсын тарихта. Қазақты ешкім жаулап алған жоқ, тек қана ішіне ерткі салып жаулады. Еш уақытта.
Егеменді ел болғанымызға 30 жылға жуықтады. Халықаралық аренада өз орнымыз бар. Әлемдегі 200-ге тарта елмен терезесі тең, айтар ойы, орасан әлеуеті бар, мүмкіндігі мол мемлекетпіз. Ендігі мақсат көк туымызды жықпай, мәңгілік елге айналу. Болашақ ұрпаққа осы аманат.